Мен сіздерге ақыл ойдың 6 заңдылығы туралы айтып берейін. Дәл осы 6 заңдылық сананың күші деп аталатын менің тренингімнің негізі болып табылады. Және біздің ой өрісіміздің қаншалықты күшті екені, оны қалай барынша творчестволық тұрғыдан пайдалануға болатындығы айтылады. Ақыл ойдың бірінші заңдылығы. Біздің ойымыз ғаламат күшке ие. Біздің басымызға келген әрбір ой бұл күш қуат. Бұл біздің өмірімізге ықпал ететін энергия. Әрбір ойымыз осындай. Ойлар жай ғана біздің басымызға келіп кетіп жатқан жоқ. Олардың әрқайсысы шынайы болмыстың негізін қалайтын қуатты энергияның вибрациясы. Міне, сондықтан да бұл осы бағытта жасалып жатқан жұмыстарымызды қызықты етеді. Себебі біз өзімізге не қажет екенін біле тұра, және оның нәтижесі қандай болатынын түсіне тұра, өз ойларымызды өзіміз қалыптастырып, оны жұмыс істеткізе аламыз. Екінші заңдылық. Бұл тарату заңдылығы. Осы заңдылық бойынша санамыз біздің ойларымызды ұдайы қабылдап беріп тұратын құрылғыға ұқсайды. Білесіз бе, біздің ойымыз санамыздың ішінде қалып қоймайды. Энергетикалық тұрғыдан қарайтын болсақ, ол энергияларды тарату торабы бойымен қозғалыста жүреді. Және сол арқылы белгілі бір оқиғаға ықпал етіп, оған себепші болып жатады. Мұның бәрі шынайы күш. Әрқайсымыз оны басқара аламыз. Санамыз сигналдарды тек қабылдап қана қоймайды, сонымен қатар оларды тарата алады. Бұл дегеніміз біздің санамыз шабыттанады, рухтанады. Сондай-ақ күнделікті кездесіп жататын мәселелердің түрлі шешімдерін тауып жатады деген сөз. Себебі біздің санамыз ойларды қабылдап таратып тұратын құрылғыға ұқсайды. Үшінші заңдылық, тартылыс заңдылығы. Біздердің эмоцияға толы ойларымыз санамызға соған ұқсайтын ойларды тартатын магнит сияқты. Яғни біздің эмоциямен ұштасқан ойларымыз айрықша бір зарядқа ие болады. Мұны біліп жүрген абзал. Мысалы, ойымызбен ілескен эмоция, қорқу, алаңдау, жабырқау сияқты негативті болса, өте сақ болған жөн. Мұндай жағдайда біздің ойларымыз осындай эмоцияға толығып, соған ұқсас ойларды тарта бастайды. Сондықтан егерде сіз мұндай жағдайға тап болғаныңызды байқасаңыз, біздің айтқандарымызды жасаңыз, негативке толы ойларды өзгертіп, олардың күшінен айырыңыз. Ал ерік-жігерге, талпынысқа, сүйіспеншілікке толы біздің позитивті ойларымызды да барынша тиімді пайдалануға болады. Мысалы, сіз бір нәрсеге қол жеткізуге түбегейлі шешім қабылдаған болсаңыз, және соған өз ерік-жігеріңізді бағыттасаңыз, бұл сіздің ойыңызды эмоцияға толтырып, соған ұқсас ойларды да өзіне тарта бастайды. Ал ой өрісінің шынайы күшке екенін сіз білесіз. Осы заңдылықты пайдалана отырып, өз ойларыңызды позитивті әсерлерін қалай бірнеше есеге күшейтуге болатындығын және пайдалы екендігін түсінген боларсыз. Төртінші заңдылық, бұл бақылау заңдылығы. Бұл заңдылық бойынша біздің басымызға ұдайы әртүрлі ойлар келіп жатады. Бірақ әркімде кез келген ойды санамызда қалдыруға немесе ол туралы ойламай қоюға мүмкіндік беретін қабілеттіктер бар. Яғни біздің санамыздағы ұзақ уақыт бойы жүрген әрбір негативті ой, біз өзіміз ондай ойдың болуына рұқсат бергендіктен жүреді. Ал бізде кез келген ойды санамызда қалдыруға немесе ол туралы ойламай қоюға мүмкіндік беретін қабілеттік те бар және күш-қуат та бар. Екі монах туралы айтылған ежелгі әңгіме естеріңізде ме? Ұзақ уақыт саяхаттап келе жатқан екі монах судың жағасында келгенде жағада отырған бір сұлу әйелді көреді. Сол кезде әлгі әйел: "Қайырымды монахтар, мына өзеннің ағысы өте қатты, арнасы өте кең екен. Біреуіңіз мені арғы жаға өткізіп жібересіздер ме?" деп сұрайды. Екі монах бір-біріне қарап ойланып қалады, себебі олар діни ант берген кезде ешқашан әйелге де жақындамауға ант еткен еді. Кенет үлкен монах әлгі әйелді қолына көтеріп алып, бұрқырап жатқан өзеннен өтіп, арғы жаға жеткізеді де, екі монах әрі қарай жол жүріп кете береді. Кіші монах өз көзіне өзі сенбейді. Бір сағат бойы екеуі үнсіз жүріп келеді. Тағы бірнеше сағат өтеді. Сөйтіп 4 сағаттан астам үнсіз уақыт өткеннен кейін кіші монах ақыры шыдай алмай үлкен монахқа қарап: "Сен олай жасауға қалай дәтің барды? Қалай сен бұл әйелді өзеннен өткіздің?" деп дауыстайды. Сонда үлкен монах оған қарап: "Таңырқаған сыңаймен, сен не? Ол әйелді әлі көтеріп келе жатсың ба? Мен оны 4 сағат бұрын өзеннің жағасында қалдырып кеткен едім ғой", деген екен. Меніңше осындай сұрақты біз өзімізге қойымыз қажет сияқты. Баяғыда артқа қалдырып кететін нәрсені әлі көтеріп жүрміз бе? Қаншама сәтсіздіктер, түңілулер, көңілге келген сөздер,
Ойланып көріңіз, баяғыда артқа тастап кететін қаншама нәрселерге әлі күнге дейін жабысып жүрсіз. Әлі қаншаға дейін оларды көтеріп жүрмекшісіз, өмір бақи ма? Санаңызға сізді ойлауға жол бермеңіз. Сіздің санаңыз сізді ойлайтын кездер өте жиі болады, ал сіз бейтарап бақылаушы сияқты күйде қаласыз. Сана жақсы қызметші, бірақ жаман қожайын деген ескі мақал бар. Бұл шындық. Түсінесіз бе? Біз қандай ойды ойлағымыз келетінін және тиісінше қандай ойларды ойлағымыз келмейтінін өзіміз таңдай білу үшін оларды бақылауда ұстап, оған өзіміз бағыт-бағдар беруді үйрену қажет. Себебі бізде белгілі бір ойды ойлауға немесе оны санамыздан шығарып тастауға мүмкіндігіміз бар. Бесінші заңдылық. Бұл қою заңдылығы. Яғни бізде өз таңдауымыз бойынша кез келген ойды санамыздағы ойлар ағымына апарып салып қоятын күш те бар, құрал да бар. Мен күнде бақыт туралы және ішкі тыныштық туралы, денсаулық туралы, молшылық туралы ойлаймын. Неге дейсіз ғой? Себебі неге олай ойламасқа? Менің кез келген ойды санамдағы ойлар ағымына апарып қосып жіберетін қабілетім бар ғой. Әрине мен бұл заңдылықты қолданатын болам, сіздер де қолданыңыздар. Сонда жетістікке қол жеткізе аласыздар. Ең соңғы 6-шы заңдылық. Бұл байланыс заңдылығы. Бұл заңдылық бойынша ішкі және сыртқы дүние бір-бірімен байланысқан. Ішкі дүние бұл біздің ойларымыз, сыртқы дүние бұл біздің басымыздан өтіп жатқан оқиғалар мен жағдайлар. Осы екі дүние бір-бірімен байланысқан. Түсінесіз бе? Біз нені ойласақ, сол бізде болып жатқан жағдайға ықпал етеді. Мұны білсек, біз ойларымызды таңдап, қадағалау арқылы өміріміздің барысы мен ағымында таңдап қадағалай аламыз. Бізде кез келген ойды санамыздағы ойлар ағымына салып жіберетін қабілет бар. Ішкі және сыртқы дүние бір-бірімен байланысқан. Ал мұның қайда әкелетінін өзіңіз түсінген боларсыз. Бұл карта. Бұл біз нені көздейміз, неге ұмтыламыз, соған жеткізетін карта. Міне, не себепті осы 6 заңдылық мұндай орасан күшке ие, және әркім оларды тәжірибеде қолдану арқылы керемет жетістіктерге қол жеткізе алады. Жақсы нәтиже шығу үшін осы 6 заңдылық бойынша күніне 5 минутқа болса да жақсылап ойлануды ұсынамын. Қазір бұл жаңа идеялар сіз үшін қызықты интеллектуалды концепция түрінде ғана қабылданды. Ал бұл жерде маңыздысы ол сіздің дағдыларыңыз интуиция деңгейінде автоматты түрде қолданылатындай дәрежеге жету. Сол кезде керемет нәтижелерге қол жеткізе бастайсыз.